Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бананды құймақтар жасаймыз, яғни аладдин деп аталады. Өте дәмді, ерекше жұп-жұмсақ болып піседі. Қараңыздар, ортасының өзі пісіп шығады, ешқандай шикі емес. Осындай қаймақ болсын, сгущенка болсын батырып жей болады. Өте дәмді, осы рецепт маған қатты ұнайды. Бізге керекті заттар осындай бір штук банан керек. Негізі 2 дана салсаңыздар болады. Енді мен үйде бір ғана бананым қалыпты балалардан, содан осындай аладдин жасап жіберейін дедім. Қараңыздар, осылай шанышқының, вилканың көмегімен езгілеп аламыз бананды. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды қосамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығы бір массаға келу керек. Сол кезде аладдиндеріңіз өте дәмді, біркелкі болып пісетін болады. Үстінен сұйық майымызды қосамыз. 2 үлкен ас қасық қантымызды қосамыз. Тәттілігіне қарай, бұдан да кішкене көбірек қоссаңыздар болады, тәтті аладдин жақсы көрсеңіздер. Бізге осы 2 қасық қана жетіп жатыр қант. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз үстіне. Оның үстінен осы қопсытқышымызды 1 шай қасық қосып жібересіздер де бірге жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Барлығы бір массаға келу керек. Қатты сұйықта, қою да болып кетпесін, осындай орташа болу керек сұйықтығы. Сол кезде өте дәмді болып шығады құймақтарыңыз. Енді қызып тұрған осы тапамызға аладдиндерімізді, осы сұйық массамызды құйып, қасықтың көмегімен дөңгелек пішін келтіреміз де пісіріп аламыз. Қасықтың көлемімен шықпай қалады деп уайымдасаңыздар, кәдімгі мешочекке салып, ұшын кішкене ғана тесіп жіберіп, домалақ пішінге келтіріп құйсаңыздар болады. Астын отты баяу отқа қоясыздар, қатты отқа қойып қойсаңыздар қызарып, күйіп кетуі мүмкін, және де ортасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан баяу отта пісіріп алсаңыздар, 2 шеті де өте керемет болады, және де осы вилканың көмегімен келесі бетіне ауыстырамыз. Қалған сұйықтық массамызды да осылай пісіріп аламыз, дәл видеода. Достар, мен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, подписацияны басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен міндетті түрде сіздердің пікірлеріңізді оқимын. Ешқандай уайымдамай, осы дәл менің рецептіммен жасап көрсеңіздер, сіздердің осы аладдиндеріңіз бір жасағаннан сәтті, өте керемет болып шығатын болады. Сондықтан сіздерге кеңес беремін, дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Ортасына қаймақпен немесе сгущенкамен батырып жесеңіздер болады. Біздің балаларымызға өте қатты ұнайды осы рецепт. Осы рецептпен үнемі мен негізі жасап жүремін, және де туған-туысқандарыма да кеңес беремін. Өте оңай, бананды қосып жасап жіберсеңіздер, барлықтарыңызға ұнайды. Мен жолдасыма да қатты ұнады. Рахметін айтып, шаймен ішіп жеп алдық. Ортасын қараңыздар, ешқандай уайымдамасаңыздар да болады. Ортасы барлығы толық піседі. Көріп тұрғанымыздай өте дәмді. Сіздерге де кеңес беремін. Ал барлықтарыңызға келесі